before. So fuck up what we been, what we have, what we are. For a little bit of fun, for a little bit of wrong. You might make some mistakes before you're gone, and I'll leave your pretty face, girl. Fuck it, I'm gone. I could write a book called I Can't Stand You. You ain't even worth the fucking time. To a single day of us is too much to undo. Oh, it's funny how you think I could forgive you. I could write a book called I Can't Stand You. You ain't even worth the fucking time. To a single day of us is too much to undo. Oh, it's funny how you think I could forgive you. Maybe one time tonight won't hurt a finger. My fucking mind circling round bottles of champagne, bubbling away my pain, my pain. I'll spend a couple grand. Так, надеюсь, жақсы көріп тұрсыздар. И сәлем достар, сіздермен бірге Данчик YouTube. Менің YouTube'да болмаған себебім, видеолар салмаған себебім, ол менің жағдайыма байланысты. Бірінші секция, экзамен и так далее. Во-вторых, телефон очень слабый. Телефон слабый, өйткені бұрын высокий средний ойнасам, қазір тіпті низкийді қатады. Запись экран жасасаң, как минимум 2 минут жасайсың, потом қатып қалады. Айтайын деген себебім, видео не үшін салдым? Өйткені менің жақсы бір жаңалығым бар. Осы айдың соңына қарай мен жаңа телефон алайын деп отырмын. Ол телефон Android емес, потому что Android'тардың уже вообще неше Android сатым мен, Samsung, Huawei, Xiaomi там тағы бар. И заключительный между M5S Note дейді, анда сатып алғанда, бірақ бәрі M5S дейді. Ну, короче, мен соны ұстап келе жатырмын. Қазір де жақсы өзін көрсетіп келетір, бірақ низкийда кішкене қызып қатады. Как минимум 1 сағатқа ойнаймын, потому что зарядкасы соған ғана жетіп тұр. Сондықтан мен ақшамды жинап, енді iPhone алайын деп жүрмін, iPhone 6s алайын деп жүрмін, новый. И осы айдың соңына қарай. Поэтому осы айдың соңына қарай стримдар көп болады, осы айдың соңынан бастап. Және видеоларда почаще шығатын болады. Сондықтан күтіңіздер жаңа видеоларда. Менің айтқым келгені болса, сіздермен бірге болған тағы да Данчик YouTube. Мен сіздермен қоштаспаймын. Келесі кездескенше дейін. Давайте.